my soul. You must pay, for your sins and no maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. You must pay, for your sins and no maybe they can save you, my baby, but you must pay, oh yeah. Running inside my head and I don't know why, but I want me dead. Where's my cat? Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер, сіздермен мен Флейнди. Бүгінгі видеода бізде мини обучалка болады, қалай оттяжка беру керек жайлы және қалай оттяжканы настроить ету керек жайлы видеоролик болады. Ал видеоролигімізға кеттік. Ей бауырым, қазақ бауырым, я саған айтам. Ең алдымен лайк басылсын, комментария кірді, 3-4 сөзден көп бір сөйлем жазсаң, және арнаға тіркеліп колокольчикті басқа етсең, сен мені дамуға көмектесесің. Именно сенің арқаңда дамып, ютубтан, атақты ютубердің қатарына қосыламын. Ал енді точно лайкыңды бас, комментарийіңді жаз, колокольчикті басып подписаться етуді ұмытпа, ал біз видеоролигімізға точно кеттік. Достар, ең алдымен бізге 70 деген кнопканы қою керек. Ол кнопка огня. Сосын оны тура осы видеодағыдай, то есть видеодағыдай деп ғой, осы фотодағыдай, скриндағыдай тура мен сияқты қойыңыздар, және чувствительностьті 20 немесе 10-ға қойыңыздар. Менің ойымша сендер 10-ға қою керексіңдер. Енді классика кіріп, достар, оттягивать етіңдер, аспанға қарай кішкене оттяжканы, то есть кнопка огняны көтеріңіздер, қатты емес. Мына тұрған аптечканы көріп тұрсыздар ғой, вот осыған дейін көтересіздер. Вот, достар, сол жаққа дейін көтересіздер, қатты үстіге көтеретін болсаңыздар, то достар, сіздерге оттяжка кетпей қалуы да мүмкін. Так что, достар, мен сияқты істеңіздер. Итак, настроить етейік. Классика кіресіздер, 10 деген чувствительностьпен, 70 деген кнопкамен оттяжка беріп көріңіздер. Егер ол кнопка, то есть атқан оқтарыңыз бәрі бастан асып өтетін болса, то бізге не істеу керек? Достар, обзорды түсіру керек, немесе кнопка огняны кішірейту керек, достар. Ал егер денеге тиіп басқа вообще жетпейтін болса, то обзорды үлкейтіңіздер, пока емес кнопка огняға тиіспей тұратыңыздар. Осылайша мен сендер сияқты настроить еттім. Ал коллиматор 4x 2x дегенде 100-ге қойыңыздар. То же самое, егер оттяжка ұшпай жататын болса, кнопканы кішірейтесіздер. И осылай екеуінің ортақ несін тауып алсаңыздар болады. Бірақ менің ойымша әрбір телефонның обзоры 2x, 4x және коллиматорға ол 100 немесе 95, 85 деген чувствительность. Тағы бір айта кететін жай, қататын телефондар. Қататын телефондарда FPS, достар, стабильный болмайды, сондықтан олардың чувствительностьтары бір күннен екінші күнге ауысып отырады. Мүмкін бірінші күн сіздерге чувствительность 30 келді, сіздер оттяжка бердіңіздер, ал екінші күні ол чувствительность вообще денеге тимейді, не басқа да ұшпайды, и осылай чувствительность жоғалтып аласыздар. Оны исправить етудің жаңа жолы бар. Кнопка огняны 80-ге қоясыздар, немесе 75-70-ге қоясыздар. Сосын мысалға сіздерде обзор чувствительность 10 болса, то оған тағы 25-35 сияқты немесе 15 деген чувствительность қосасыздар, и соның арқасында сіздерде оттяжка ұшатын болады. Және мен сияқты емес, бұл жолы кнопка огняны кішкене үстіге қарай көтерсеңіздер болады. Сосын сіздерде оттяжка ұшуы әбден мүмкін. Ал егер сіздерге видеоны ұнаса, лайк басыңыздар, обязательно достар каналға тіркеліп, колокольчикті басып, комментарий жазып кетіңіздер. Егер сіздер топ-10 телефонға раскладка чувствительность көргілеріңіз келсе, то видеороликтің астына жазып кетсеңіздер болады. Мен сіздерге обязательно өздеріңіздің телефондарыңызды тауып, соның обзорын тауып беретін боламын.